Мен қайдан білейін, Кая? Сен әр жолы әлгі нетіп, саған бірдеңе деген сайын, мен Хүлия бірдеңе тастап кетті деп айтады екен деп ойлап қалам. О, тоба, ондайды неге айтайын, жарқыным, екеуміз келіспеп едік. Кетер кезде саған бірден... Рахмет. Кетер кездеден бері саласың ба? Кетер кезде саған бірден айтты деймін... Стоп. Деймін бе не? Кетер кезде саған бірден айтты деймін бе не? Мен оны кейінірек түсіндім ғой. Кеңірдегіңді қысқан соң менімен дұрыс сөйлесу керегін түсінгенсің ғой, иә? Түсіндім. Ендігәрі сенімен байқап сөйлесу керек болды. Сен өзі сұмдық жігіт екенсің. Рас айтам. Негізі дұрыс айтасың, Махир. Мелік ендігі өзіне келген шығар. Бір-екі күнде қайтып келіп, Бахарды құшағын алады. Ал Хүлияға келсек, енді қайтып, өмір бойы оны көрмей кететін шығар. Жә, болары болды, бояуы сіңді. Бахарды Хүлияға берер болсақ, ол енді маған ешқашанда көрсетпейді ғой. Бахардың жүргізушілері мен қызметшілері болады. Оны солар өсіреді. Колледжде оқиды. Мені танымай өседі. Менен ұялатын шығар. Сен сонда... Кедей болса да қолымда өссін дейсің ғой. Жоға, бауырым, о не деген? Біз кедейміз бе? Аш-жалаңаш емес пе? Шүкір, Құдайға шүкір, бәрі бар. Мен де соны айтып тұрмын ғой, бауырым. Енді екеуі... Яғни айтайын дегенім... Енді айтқан мен оны саған қалай түсіндірерімді білмеймін, Кая. Түсіндірерімді шықпай қалды. Енді айтқан мен оны саған қалай түсіндірерімді білмеймін, Кая. Мен саған, Кая, бізге мынадай нәрсе жетпейді десем, ол маған керек дейтін едің. Әрине дейм, керек емес нәрсені не істейм? Міне осы. Міне, Кая. Өмір деген осындай қарапайым ғана ғой. Иә? Маған керек жоқ нәрсені мен не істейін? Бірақ жұрт ондай емес. Бәрін бірақ алсам дейм. Жей берсем дейді. Мына әлем... Стоп. Мына әлем тарихында екен ғой. Мына әлем тарихында 700-дей мемлекет құрылды, жойылды. Түсінесің бе? Құрылды, жойылды. Неге екен білесің бе? Олар сен сияқты ойламайды ғой. Сондықтан. Сен не айтып отырсың өзі? Құрылды, жойылды. Қане бауырым, мен әлі теледидар көрім керек, дүкенді жабуым керек. Бар болғыр, жардай теледидарды алып келе жатқанда, бұл маған керек емес демеп пе едің? Ол қажеттілік. Стоп. Ау, жардай. Иә. Дұрыс, содан кейін. Бар болғыр, жардай теледидарды алып келе жатқанда бұл маған керек емес деп еме? Бар болғыр. Еще раз. Бар болғыр, жардай теледидарды алып келе жатқанда бұл маған керек емес демеп едің ғой. Ол қажеттілік. Иә, қажеттілік. Қажеттілік бе? Құдай үшін қойшы, Кая. Қажеттілік дейді ғой. Қажеттілік екен ғой. Аяқ асты қажеттілік бола қалады. Жарайды, мен кеттім. Жолың болсын. Кая, мына теледидардан айырылмайым. Бар болғыр өзі сондай әдемі теледидар. Кеңірдегіңді жұлып алам. Бергел ғане. Тәубеңе түсірейін сені. Бергел ғане. Байрам мырза, бұл қалай болғаны? Сіз Байрам Жауһар бола тұра қарапайым адам сияқты нан алуға бардыңыз ба? Балам, біз не аспаннан аяғымыз салбырап түсіп қалды ма екен? Стоп.
Бізде аспаннан аяғымыз салбырап түсе қалды деп бедің? Ой Аллай, мен ауылда өскем. Бірнеше жыл сонау ауданға барып келіп оқыдым. Әкеммен бірге жаз сайын кен арқалап жұмыс істедім. Шешем нан пісіретін, пісірмеген күндерін нан алып келетінмін. Жалғыз өзім бардың нан алу мақтаныш болатын. Жолай ыстық нанды шетінен жекпелі ұнайтын. Иә, қане, бір семет алсаңшы, ал. Қалжыңыңыз ба? Мен бе? Мен? Жарайды, алайын. Сен осы қызық жігітсің, сені түсінбеймін. Неге олай екен? Сен не өте ақылдысың, не барып тұрған ақымақсың, сондықтан болар деп ойлаймын. Кейде осы жігітті оқытып бас директор етсем бе деймін. Кейде миыңды шайқап көргім келеді. Себебі миың бар ма жоқ па деп тексеру керек. Әсілінде менің ақылдан кенделігім жоқ. Бар мәселе менің әлеуметтік жағдайымның төмендігінде жатыр ау. Дұрыс болмай қалды. Со, кенделігім болып кетті, кенделігім. Менің ақылдан кенделігім жоқ. Бар мәселе менің әлеуметтік жағдайымның төмендігінде жатыр ау. Не? Әлеуметтік жағдай. Мені оқудан шығармай тұрып сондай белгі соққан. Бер қараш, сен маған оқуың туралы айтшы. Оқуды жарты жолда тастауға болмайды. Оқу мені тастап кетті, Байрам мырза. Директордың кәріне ілігіп қалып, қыр соңынан қалмай қойды. Неге олай істеді? Себеп сол әлеуметтік жағдайдың төмендігі, арт-артынан жаза беру, адамның намысын аяққа таптау дегендей мәселелер алдымнан шыға берді. Тисе берген соң, оған 3 рет ескерттім. Сосын мұндай қорлық көрсете беретін жерде жүре алмайтынымды. Стоп. Сосын мұндай қорлық көрсете беретін жерде жүре алмайтынымды біліп кетіп қалдым. Саған басқа бір жақсы оқу тауып берейік, сонда оқысаңшы. Қайда, ондай жер бар ма екен? Ендеше мұғалімді осында шақырайық, осында дайындал. Колледжді аяқта, сосын университетке тапсырасың. Қалай сонда? Маған мұғалім жалдап бересіз бе? Неге? Демек, менде әлеуметтік теңсіздік мәселесі. Стоп. Демек, менде де әлеуметтік теңсіздік мәселесі бар болғаны ғой. Мұғалім онсыз да бәдені университетке дайындау үшін келеді. Емтихандарға дайындайды. Сені де қоса дайындасын. Егер зерек болсаң, табыс қақпас алдыңнан айқар ашылады. Түсіндің бе? Түсіндің бе мені? Түсіндім, мырза. Түсінсең болды. Мынаны қарашай, тәртіпті бола қалыпты. Анасы келмей тұрып бұған бәрін үйретермін. Қараш, Бахар, қара. Бахар. Не деш? Менің атым Бахар. Бахар, жарайды. Одан көрі оңайын таңдайық. Қане, кішетем. Тыңдаш, кішетем. Қане, кішетем. Қалай? Қызым? Ол кішетем деді ме? Жоқ, оны Махир айтқызып жатыр. Шырағым, өзі айтқан жоқ, мен айтқыздым. Сен де сене бересің осы. Кешірерсіңдер. Қызықтарыңды бөлмейін. Ас болсын. Саған не болған, шырағым? Қалжыңдап отырмыз ғой. Біз бұрындар сенімен талай айтысып тартысып қалушы едік қой. Не болды? Қалжың дейді. Қалжыңдайтын жағдайымыз қалды ма? Біз қандай бәлеге тап келгенімізді білмеуші еді. Саған өмір деген ойыншық па, Махир? Енді мына баланың өмірі не болады? Мелек қайда? Ертең мен жұмысқа кетсем не болады? Мелек мүлдем келмесе не болады? Бұл баланың шығынын кім көтереді? Кім апа дейді? Ойбай, кім апа дейді? Кімді апа дейді? Кімді апа дейді? Бурчинді ме? Фильмді қазақ тіліне дыбыстағандар: Гүлнар Урманова, Ақмарал Абдрахманова, Мұратбек Бейсенбаев, Мираш Жақып. Қазақстан ұлттық телеарнасы, 2021 жыл.